нет, коронавирус, нет, 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 коронавирус жағындама, жолама. Ойна! Қайырлы күн. Мені толғандыратын емес, тіпті алаңдататын мәселенің бірі мынау. Елімізде қазір төтенше жағдайдың артынан негізінен дені барлық қалалардың бәрінде президент тапсырмасымен карантин енгізілді. Карантин кезінде бәріне үйде болуға, оқшаулануға шақырып жатыр. Бірақ әлі де болсын біздің халықтың арасында тойлап, тойханаларда тойды өткізуге рұқсат бермесе, үй ішінде тойлап, есік алдында тойлап, 50-60 шақты адамды жинап әлі де болсын думандатып жүрген адамдар бар. Маған қызығы емес, бүкіл елдің басына түсіп отқан, осы бір бүкіл адамзаттың басына түскен қасіретке неге әркім өзінше бір мән беріп, шынымен бір баға беріп қарамайды. Адам өз денсаулығын ойламаса да, айналасындағы адамның денсаулығын ойлау керек. Бұның соңы түбі өлімге апарып жатқанын көріп отырмыз. Тіпті біздің өзімізде 3 адамның қайтыс болған туралы ресми ақпарат бар. Осының бәрі ешкімге әсер етпей ма? Әлде шынымен де бір безбүйректік деп айтамыз ба, не дейміз бұны? Құрметті жалпы менің айналамдағы достарым болсын, жалпы осы Қазақстандағы әрбір азамат болсын, ол ұлтына, дініне бөлу емес бұл жерде. Біз бүкіл адамзат болып дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы жариялаған пандемиямен күресіп жатырмыз. COVID-19 вирусы адамнан адамға жұғады, тіпті шаштан да тез жұғады деген жаңағыдай ақпараттар бар. Сондықтан да ең дұрысы меніңше, жалпы меніңше ғана емес, осы вируспен күресіп жатқан барша адамдардың қалауы үйінде отырған барынша сақтық шарасын жасау және соған дайын болу. Бәлкім бұл індет, бұл вирус бүгін, ертең сізден, менен табылмайтын шығар. Бірақ 3-ші күні, 4-ші күні біз жұқтырып, біз тасымалдаушы болатынымызға кепілдік бере алмаймыз. Сондықтан үйде болыңыздар, үйде отырып жұмыс істеуге тырысыңыздар. Шама келсе үйден шықпауға, шама келсе туған туыстарыңызға ескерту жасауға тырысыңыздар. Қонаққа бару, қонаққа келу, той жасау деген дүние әлі алда. Біз бұл қиындықты да еңсереміз, тек еңсереміз үйде болған жағдайда ғана. Әйтпесе бәрінің бүкіл жасалған шараның далаға кеткені болып есептеледі. Айтайын дегенім сол.